жүректің ауруы ғой бұның бәрі. Айналып келген кезде бұл жүректің аурулары. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл аурулардың бәрінен бізді сақтады негізінде. Айтты, адамның жүрегінде бір бөлек ет, денесінде бір бөлек ет болады деді. Сол етті дұрыстап абайлап жүріңдер деді. Етке сақ болыңдар, ол ет бұзылып кетсе, бүкіл денең сол еттің артынан ілесіп кетеді деді. Жүрек бұзылып кетті бар ғой, жүрекке бүкіл дене бағынады. Соның әрекетін жасай береді анау. Қазбалай береді бір нәрселерді. Ал қазбалау ше, жүрекпен, со аурумен дүниеден өтіп кетсең ше ертең. Көре алмай, біреудің артын іздеп, бір мұсылман бауырыңды жек көріп, сонымен араласпастан, амандаспастан өтіп кетсең не болады? Жағдай қиын болады дейді Алла тағала айтады. Яума ла янфау малу ва ла банун дейді. Ол күні ешқандай бала шаға, мал дүниелер пайда бермейді дейді. Қараңызшы. Ешқандай нәрсе пайда бермейді. Алланың алдына барған кезде бар ғой, еш нәрсе пайда бермейді. Илля тек қана мән аталлаха би қалбин салим, кім сау жүрекпен келетін болса, сол жүрек қана пайда береді дейді Алланың алдында. Ана қараңыздар. Кімнің жүрегі Алла жаратқан кезде қандай пәк еді, дәл солай кететін болса бар ғой, сол жүрек пайда береді дейді. Ана қараңыздар. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Таң атқан кезде, күн батқан кезде жүрегіңді тексеріп қой деді. Анас ибн Малик деген сахабаға айтты. Ей Анас деді. Ей ғулам, ей балақай, ей Анас. Ин истата'a ан тусбиха ва тумсия. Ей шамаң жетсе, таң атқан кезде, күн батқан кезде. Фалейса фи қалбика ғишшун лил ахади минал муслимин фаф'ал. Ей мұсылман бауырларыңа бір жек көрушілік, көре алмаушылық, дұшпандығың болмасын дейді. Таң атқан кезде, күн батқан кезде жүрегіңді бір тексеріп қой дейді. Шамаң жетсе, жүрегіңді сол дерттерден тазалап жат дейді ана. Қандай керемет өсиет. Енді не оның сыйы, Алланың елшісі десе, хада мин сүннати дейді. Бұл менің ең ұлы сүннетімнен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Фаман ахя сүннати фақада ахаббани дейді. Кім менің сүннетімді тірілтсе, ана сүннетті тірілтіп понедельник, четверг ораза ұстап жатыр барлығы. Кім менің сүннетімді тірілтсе, фақада ахаббани, ол мені жақсы көргендігінің белгісі болады дейді. Ал керек болатын болса. Фаман ахаббани фаякуну маи фил жанна. Ал кім мені жақсы көретін болса, менің жанымда жәннатта бірге отырады дейді. Не керек енді ал? Қиын ба жүректі тазалау? Қиын емес. Өте оңай амалдардың біреуі, Алла кімге бірақ сәттілік берсе сол нәрседе. Жүрегіңді толтырып қойса дертке, бұл ауру сізді ертең қиямет күні ұлы алапатқа алып баратын ауру болады. Жүректі дүниеде тазалап, ертең не қылам деген болмайды, бүгін тазалау керек.